3. Ұқбек атындағы номер 3 жалпы орта білім беретін мектептің 9-шы А сынып оқушысы Дуазизова Сагдиана. Менің тақырыбым жаңғырту полюсі. Жаңғырту полюс дегеніміз бұл белгілі бір аймақтағы экономикалық, әлеуметтік немесе технологиялық дамудың қозғаушы күші болып табылатын орталық немесе аймақ. Жаңғырту полюстерінің негізгі мақсаттарының бірі ол аймақтық дамуды жеделдету, инновацияларды енгізу, инфрақұрылымын жақсарту, жаңа жұмыс орындарын ашу немесе инновациялар тарту. Қазақстандағы Астана, Алматы және Шымкент қалалары елдің негізгі жаңғырту полюстері болып табылады. Астана қаласы басқару және инновациялық орталығы университеттері Smart City Астана қаласы Экспо 2017, яғни даму бағыттары Астана бұл және Smart City Астана орналасқан халықаралық IT стартапты технопарк, ол инновациялық жобаларды дамытуға бағытталған. Алматы қаржы бизнес және мәдениет орталығы университеттері Алматы Течек Гарден, Астана қалалық қаржы орталығы, IFC және ұлттық банктері орналасқан. Алматы Течек Гарден Қазақстандағы инновациялық технология паркі. Алматы Течек Гарден және ITG бұл Алматы қаласында орналасқан инновациялық кластер. Шымкент өнеркәсіптік логистика орталығы оның ерекшеліктері Қазақстан үшін мегаполис және оңтүстік өңірлік экономикалық